қыздар, бүгін өте оңай жасалатын тамақ пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен пиязымызды турап, пиязымыз сәл қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қызарды, енді тауықтың төс етін салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Тауығымыз кішкене қызарғаннан кейін грибыйды саламыз. Тағы да барлығын қуырып, үстіне чеснокты салатын боламыз. Енді помидорымызды саламыз, тұзымызды және татымына қарай өзіңізге ұнаған приправаларыңызды бұрышта салсаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып, тауығымыз піскенше 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. 2 ас қасық қаймағымызды салып, 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне осындай әдемі сливочная подливамыз дайын болды. Қаймақтың орнына сливке қоссаңыздар да болады. Енді гарнирге күріш дайындайтын боламын. Ол үшін алдымен сұйық майымызға сәбізімізді кішкене қуырып, одан кейін күрішімізді жақсылап жуып, оны да 1-2 минут қуырып, үстіне су бетін жапқанша құямыз суды. Одан кейін бетіне кішкене тұз сеуіп, бетін жауып, оттың ең төменгі көзіне қоямыз. Айтпақшы, күріштеріңіз құрғақ болып кетсе, үстіне сары май салсаңыздар болады. Енді ерекше подача үшін осы тарелканың ішіне тағы да бір тостаған құйып алдым да, осы видеодағыдай төңкеріп алдым. Енді тарелкамызды босатамыз. Сол кезде ішіндегіні алып тастаймыз да, осындай сол кезде әдемі подача шығады. Енді осы гарнирдің ортасына сливочная подливаны саламыз. Үстіне зелень қосып әсемдесеңіз болады, және қасына картофельные дольки, картофельный фри немесе басқа да түрлі көкөністерді қосып ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.